Ассалаумағалейкум. Полифасад жапсыратын болсаңыздар, осы видеоны қараңыздар. Қазір біз полифасад жапсырып жатқанда көзге көрінбейтін кішігірім бір ескертпелермен ескертіп өтейік. Ең біріншісі, жапсырып жатқан жерде жағдай барынша шаңқалмай бетонның үсті болады. Бұндай жерлерде қабырғалары болады, шаңғалар болса сыпырып үрлеп жіберіп отыру керек. Екіншіден, полифасадтарды жапсырып жатқан кезде осы арасын 25 сантиметр ғой, 50-лік болатын болса, соның жартысына келіп тұр. Сол 25 шығып жатырмай, әркез өлшеп барып отырған жақсы. Себебі мынау осы арасындағы зазор көп болып, 1 сантиметр, жарты миллиметрден ысырыла беретін болса, онда біздің негізгі өлшемнен қашып кетеді. Тағы бір ескерту, полифасадтарды жалпы біз екі шетіне кафельный клей жағып, ортасынан пена жағу арқылы жапсырып жатырмыз. Дәл осы жүйемен жапсыратын болсаңыздар, тек қана екі шетін басып итеріңіздер. Себебі ортасы бос, екі шетінде балшық бар. Балшық тұрған жерлер қатты, ортадағы пена тұрған жер бос болғандықтан ортасын ұрып итерсеңіздер, көзге көрінбейтін трещиналар шығуы мүмкін. Сондықтан екі шетін басып итеріп, ортасын шамалы ұрғылап жіберсеңіздер жеткілікті болады. Әзірге полифасад жапсыру барысында кездесіп жатқан кішігірім лайфхактар, соны еске аларсыздар. Және де полифасад өз қолымен жасайын деп жүрген достарыңызға жіберіп қойыңыздар. Аллах берекет берсін.